Қонақтар бар екен, таныстыра өтейін. Студиямызда Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы балалар мен жасөспірімдер кітапханасының кітапханашылары Ақнұр Абдрахманова және Гүлшат Жеңіс есімді ханымдар келіп отыр екен. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Мұнда ерлік ертегі деген кітаптарымыз бар. Бұл кітап енді өте тамаша кітап. Бұл жаңағы кішкентай балаларға емес, ересек балалардың оқуына да өте қызықты, суреттермен бала жалығып кетпейтіндей өте жақсы кітаптар. Енді ата-аналармен осылай балалар келіп оқыса да болады. Және де мынау Шарль Перронның «Әжемнің ертегілері» деген кітап. Бұл жаңағы француз жазушысы, жаңағы өзіміздің қазақ әпкейіміз жаңағы осы тікелей француз тілін өте жетік білген кісі екен. Мария Арынова деген. Бұл кісі енді осы қазақ тіліне аударып жазған. Бұл кітап ең алғаш рет Францияда 1697 жылы 9 ертегі болып жарық көрген екен. Бұнда өзімізден бұрыннан таныс етіккиге мысық, ұйқыдағы ару, шынаршақ, сиқырлы елден сыйы деген сияқты. Енді өзіміз бұрын осы телеарнада көріп өскен, теледидарда көріп өскен осындай таныс ертегілерімізді осындай кітаптан да алып қарап оқуға болады. Енді бұндай жалпы осы ертегіні оқу балаға өте пайдалы. Ол жаңағы баланың ой өрісін дамытады, сөйлеу қабілетін дамытады. Қазақ ертегілерін оқи отыра осы өзіміздің салт дәстүрімізді, мәдениетімізді тереңнен біліп, бала енді отанға деген сүйіспеншілігін, өмірде осы жақсы мен жаманды да ажыратуға, адамдармен бір-біріне деген мейірімділікті үйренеді. Жалпы айтатын болсақ, бұл ертегі баланың рухани азығы деп айтсақ та артық болмас еді. Жалпы ертегі туралы бір қызықты бір факт дейін ба, қалай айтсам болады. Ертегі жалпы кезінде біз айтып отырмыз ғой, ұрпақтан ұрпаққа жеткен тәрбиелік мәні зор деп. Бұл ертегі кезінде тек ауызша түрде таралған екен. Ауызша түрде таралып, бері келе сонда ғана жазбаша түрде, яғни қағаздың бетіне берде түсірілген екен. Сол секілді бұл біздің аудио осындай қазақ үйден жасалған, осындай жинақталған, бұның ішінде осы кішкентай болса да, бұның ішінде қазақ ертегілері, терме, күйлер, балаларға арналған әндер, тіпті FM радио, тіпті десеңіз Абайдың қара сөздеріне дейін жазылған. Сол ішіндегі шетінде QR коды болады. QR коды арқылы ұялы телефондарымызбен суретке түсіріп, ішіндегі кез келген ертегіні тыңдауға болады. Сондай-ақ балаларға үлкен жаңағы бұны біздің кітапханамыздың оқырмандары көбінесе балабақша бүлдіршіндері келіп қызғады. Себебі әріп танымайтын балалар болады, немесе жаңағы оқуға ерінетін қазіргі негізгі енді айтып өтейік, заман талабына сай цифрландырылған кезеңде кітапты баланы кітапқа оқуға құштарлығын ашу осы сәтте өте қиын болып табылады. Себебі біз осы бір жылдың ішінде осы балаларға арнап 100-ге жуық іс-шара өттік. Соның барлығында осы балабақша бөбекжай бүлдіршіндерімен өтеміз, немесе мектептің 4-ші сыныпқа дейінгі, яғни бастауыш сыныптары кішкентай балалармен бірігіп неше түрлі іс-шаралар өтеміз. Оның ішіндегі жаңа қазақ ертегілерін, басқа да ертегілерді қосып талқылаймыз. Соған өзіміз жұмысымызда бізде қолғап дайындап солай істеп қойғанбыз. Келген балалардың барлығына тіпті өзіміз кейіпкер, өзіміз автор болып, өзіміз сол ертегінің ішіне кіріп, балалар түсінсін деген ниетпен, балалар кітап оқуға қызықсын деген ниетпен солай жұмыс жасап жатырмыз. Ал енді қолымдағы кітапты аудио осы кигіз үйді қосып көрсетейін. Ішінде жаңа айта кеткендей күйлер, термелер. Тасар бойда. Қазір жалпы балалардың арман жоқ, келесі тақырыбына қарай. Әзір сен кішкентай кезде осы нәрсе болып кетті. Тамаша. Және де бұл айта кетейік, көптеген ата-аналар осы біздің кітапханамызға келіп, осындай кішігірім, бұл бізде біреу ғана емес, өте көп, осыны көреді да, үйге алып қоюға болады екен. Балаларға біз былай кітап оқып отыратын, бізде уақытымыз жоқ, уақытты үнемдейтін жақсы екен, қосып қойып, бала ертегін тыңдай береді, өз бетімен жаңағындай жақсы дүниелерді тыңдап өседі ғой жалпы балалар. Соған ата-аналар көп қызығады, ата-аналардың құлағына жаңағы алтын сырға десем болады, осындай ойыншық таңдаған кездің өзінде осындай керемет тәрбиелік мәні бар, керемет осындай аудио кигіз үйімізді, қазақ үйімізді
алсаңыздар болады. Ал оны біздің кітапханамызға келіп сіздер тегін тыңдай аласыздар. Кітапханамызға келіп балаларыңызға тегін кітап ала аласыздар. Біздің кітапханамызға келіңіздер. Күшті жарнама кетті.